Сәлем достар, Қызғалдақ мұңы сериалында Үйлілдің рөлін сомдаған Биран Дамла Илмаз туралы қызықты деректерді айтамыз, сондықтан лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер. Биран Дамла Илмаз 1997 жылы 28 маусымда Түркияның Гебзе аймағында өмірге келген. Ол консерваторияда білім алды. Актрисаның отбасы актерлікке қатысы бар адамдар, сондықтан Биран жанұясының арқасында көп тәжірибе жинады. Шамамен 14-15 жасында актерлік салада жұмыс істей бастады. Биран Дамла Илмаз кинодағы дебютін 2011 жылы Сұлтан Сүлеймен керемет ғасыр сериалынан бастады, яғни қатардағы күң рөлін сомдады. 2015 жылы актриса Қызғалдақ мұңы телехикаясында Үйліл ретінде экранға шықты. Осыдан кейін актриса таныла бастады. 2019 жылы ATV арнасы түсірген тағы бір телесериалда Джелан есімді кедей қыздың рөліне бекітілді. 2020 жылы актриса өзінің қаламдас досы Назимге ғашық болған бұрынғы алаяқ Мехирді сомдаған Дам сериалы драмасында басты рөлді сомдады. Актриса Инстаграмда белсенді, 4 миллионға жуық оқырманы бар. Достар, видеомыз ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп кетіңіздер.